Мұхаммед Рахым ағайларым өздерің білесіңдер. Кезінде қызыл галстукты көк галстукты ауыстырып Атамекен бағдарламасын жасап, бүкіл Қазақстан осы Мұхаммед Рахым ағаларының бағдарламасымен жұмыс жасаған. Мінекей, сіздердің үлкен қуаныштарыңызға сай, ниеттеріңізге осы ағаларыңыз сіздерге бұл наставник болып келіп отыр. Орыннан тұрып қана бір-бірімізге сәлем жолдап жіберейік. Маэстро! Және осында педагогикалық сыныпқа оқып жүрген балалар бар. Жалпы мына жерде мынандай сөз бар. Мысалы, жауапкершілік деген сөз бар. Сосын не бар? Ал енді сіздер айтыңыздар жауапкершілік туралы. Айта аласыздар. Мен Рахметова Диана, 10-шы сынып оқушысы. Ар-ождан деген сөзге өзім ойым, адамның өзінің ішкі жан дүниесі өзіне ұятты деп түсінемін. Ой, бәрекелді. Егер сізге қажет болса, мысалы, сіз не таңдадыңыз? Мысалы, сіз қайсысын таңдадыңыз? Конкретно қайсысы? Мысалы, ағылшын тілін таңдағанда сізде осындай 90-80% сізде қызығушылық бар ма сізде? Айтыңыз соны, айтыңыз. Не қандай мысалы? Мысалы, аудио, видео, ютубтан мастер-класстар көресіз ба? Көптеген speaking club деген сияқты. Міне, осылай адам қызығу керек. Сондықтан қай пән болса да пәннің жаманы болмайды екен. Өз сыныптарыңызға келіп, жаңашылық білдірсіздер, сіздерге тағы да үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздерге мен бір интеллектуалды сұрақ қойғым келеді. Жасанды интеллектті кім ойлап тапты? Адам ойлап тапты ма? Немесе Алла ойлап тапты ма? Негізі Алла ойлап тапты, өйткені адамды Алла ойлап тапты, адам интеллект ойлап. Біз былай дейік, аргументпен сөйлейік, не олай айттыңыз? Мен Тастанұлы Арыстан, менің жауабымның мақсаты, өйткені мен осы діни жағынан қарастырған кезде Алла ойлап тапты деп шештім. Әлем жаңалықтарына мұсылман ғалымдар үлес қосқан. Мысалы, яғни адам. Білім туралы заң керек пе дейсіз? Мен аты-жөні бар. Мысалы, айтатын болсақ, мұғалім мен оқушының арасында құқықтық норма болу керек. Себебі мұғалім өзінің правасын алып, оқушы өзінің правасын білу керек. Білім туралы заңды керек деп санаймын, себебі ол мектептегі тұтас бір жүйені тәртіпке келтіреді. Жақсы, ал бастаймыз. Еңбек етсе келінбей, тоятқанын тіленбей. Отандастық. Сізге көп рахмет, балалар. Жауапкершілік, қалай түсінеміз? Кеттік. Сіз мына жазып алғансыз ба, жоқ? Ойдан туындады. Орнынан тұр. Қошемет көрсетейікші. Дұрыс пайдаланып, оны тиянақтылықпен орындау керек. Және де оны заңды түрде жасаған дұрыс. Енді сіздерге оны алға ала тобалысы Енді біз жазып жатқандар ана жерде бізге тапсырылған міндетке жауапкершілікпен, тиянақтылықпен қарауын жауапкершілік. Әрбір адамның ойына салынған, әр адам өзі қалай жауапкершілікті қандай ниетпен алады, ниетпен жасау керек. Мен талдарыңызға педагогикалық этиканың керемет ұсынамын. Біздің топ мүшелері 10-шы сыныптың оқушылары және біздің құзыреттілік. Жалпы құзыреттілік дегенде біздің ойымызға ең бірінші жаңағы креативтілік, құзыреттілік дегеніміз жауапты шешімдерді қабылдай білу және де тұлғаның айрықша идеяларды шығаруы, өзінің айрықша біліктілігі және де білімді анализ жасай білуі. Жалпы бір сөзбен айтқанда ішкі потенциалы бар. Біздің тақырып құзыреттілік болды. Құзыреттілік біз білікті маман, саналы тәрбие және де тұлға ретінде танай білеміз. Бізде ол жаңағы сапалы білім беру. Педагогикалық мәртебе болу керек, жалпы білімді дұрыс бере білу. Кәсіби дами білу керек. Дұрыс, даму. Жауапкершілік, ұқыптылық, талап қою. Бәрекелді, отырыңыз. Өзіміздің білімімізбен, өзіміздің
қызығушылығыңызбен жасағаннан кейін, барлық ақпарат фактыға ие болғаннан кейін бізге өте маңызды құнды болды ақпараттар. Және де біз болашақ педагог болғандықтан ешқандай да қиын болған жоқ.